Тұз тағамда қолданылатын негізгі ингредиенттердің бірі болып табылады. Бірақ оның теріге деген көптеген пайдасы бар. Тұз майлы терідегі майдың бөлінуін азайтады және тері тесігін тарылтады. Сонымен қатар өлі жасушаларды кетіруге көмектеседі және теріге балғындық пен жылтыр береді. Тұзды тері денсаулығын тиімді жақсартатын мырыш, темір, калий және иод сияқты тері үшін маңызды элементтер бар. Тұзды теріні қабыршақтау және безеулер мен дақтарды азайту сияқты табиғи тері рецепттерінде қолдануға болады. Аяқ пен қолдың өлі терісін кетіру үшін қолдануға болады. Сондықтан тұздың көптеген артықшылықтарын пайдалану үшін тері күтімінде үнемі қолданған жөн. Тері проблемаларын емдеу үшін тұзды қолданғанда кейбір маңызды ескертулерге назар аудару керек екен. Терінің күйіп қалуы мен тітіркенуін тудырмау үшін тұзды теріде ұзақ қалдыруға болмайды. Сезімтал және тітіркенген теріге тұзды қолданудан аулақ болу керек және теріні емдеудің балама әдістерін іздеу керек. Сонымен қатар тұздың сапасын мұқият таңдап, оның табиғи екеніне және терінің тітіркенуін тудыратын химиялық қоспалардың болмауына көз жеткізу керек. Жақында пайда болған безеуді кетіру үшін тұзды қолданбау керек, себебі ол қабынуды күшейтіп, мәселені күшейтеді. Ақырында тұзды шамадан тыс пайдаланбау керек екен. Жақсы нәтиже алу үшін оны мезгіл пайдалану керек екен. Тұзды қолдану теріні кірден және қара дақтардан тазартудың тиімді әдісі болып табылады. Өйткені ол өлі жасушаларды кетіруге және тері тесігін тазартуға көмектеседі. Теріге балғын және жарқыраған көрініс береді. Тұзды бадам майы немесе кокос майы сияқты табиғи майлармен араластырып, бет пен денеге жұмсақ айналмалы қозғалыстармен уқалау арқылы теріні қабыршақтау үшін қолданады. Терінің құрғауы мен тітіркенуін болдырмау үшін аптасына 1 рет тұзды қолдану ұсынылады. Дегенмен, тұзды сезімтал немесе тітіркенген теріге немесе жаралар мен күйіктерге қолданудан аулақ болу керек. Себебі бұл жағдайды нашарлатуы әбден мүмкін. Тері күтімі үшін тұзды қолданбас бұрын дәрігермен немесе сұлулық маманымен келісіңіз. Тұз бетті ағартуға көмектесетін ең жақсы табиғи ингредиенттердің бірі болып саналады. Өйткені оның құрамында теріге пайдалы маңызды элементтер бар. Тұзды тері түсін біріктіру және ағарту үшін басқа майлармен бірге қолдануға болады. Ал қоспаны көз айналасындағы қара шеңберді азайту үшін де қолдануға болады. Ол теріні кетіру және кірді кетіру үшін тұзды пайдаланып, бетіңізді қабыршақтауды ұмытпаңыз. Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін аптасына 1 рет тұзды пайдалану керек.